Сәлематсыздар ма балалар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы жұрнақ пен жалғау. Бүгінгі сабақта жұрнақ пен жалғауды ажырата аласың. Оқулығымыздың 67-ші жаттығуына назар аударайық. Мәтінді түсініп оқы. Мұқият тыңдаймыз. Қажымұқан Мұңайтпасов әлемдік аренаға шыққан қазақтың тұңғыш палуаны. Дүние жүзінің бірнеше дүркін жүлдегері. Қажымұқан 14 жасында саудагер, байға жалшы болады. Қыс мезгілі. Бірде бай оны ат шанамен шөп алып кел деп жұмсайды. Қайтар жолда қар қалың болып, ат шананы тарта алмай зорығып өледі. Қажымұқан шананы атымен бірге өзі сүйреп алып келеді. Палуан қандай болуы керек? Қандай палуандарды білесің? Енді балалар, мәтінде қарамен берілген сөздерді қарайық. Әлемдік, қазақтың, саудагер, жалшы, шанамен. Енді осы сөздерден жұрнақ пен жалғауды ажыратайық кәнеки. Ол үшін бірінші сөздің түбірін табайық. Әлемдік түбірі бізде әлем, ал дік жұрнақ. Неге? Себебі сөздің мағынасын өзгертіп тұр. Қазақтың, қазақ, түбір, тың бізде жалғау. Себебі бұл жерде сөз бен сөзді байланыстырып тұр. Келесіні қарайық. Саудагер түбірі сауда, гер бізде жұрнақ. Жалшы, жал, түбір, шы, жұрнақ. Шанамен, шана, түбір, мен, жалғау бізде. Сөз бен сөзді байланысып тұр. Жақсы. Келесі тапсырма 68-ші жаттығу. Сөйлемдерді көшіріп жаз. Қажымұқан қазақтың тұңғыш палуаны. Ол дүние жүзінің бірнеше дүркін жүлдегері. Енді қарамен берілген сөздер бар. Олар қазақтың, палуаны және жүлдегері. Ендеше осы сөздерді сөз құрамына талдауымыз керекпіз. Қазақ, түбір, тың, жалғау. Келесі. Палуаны, палуан, түбір, жалғау. Және келесі сөз жүлдегері. Жүлде, түбір, жүлдегер. Гер деген балалар жалғау ма әлде жұрнақ па? Жұрнақ, жалғау. Келесі тапсырма 69-шы жаттығу. Өлеңді көшіріп жаз. Палуан, әдіскерсің алуан. Жекпе-жекке шығасың, қайсың бұрын жығасың. Енді қарамен берілген сөзді сөз құрамына талдайық. Әдіскерсің, түбір әдіс, кер жұрнақ, әдіскерсің бізде жалғау. Енді балалар бізде осы өлеңде палуан деген сөз бар. Енді сол палуан деген сөзге әр түрлі жалғаулар жалғап көрейік. Мысалы, палуандар, тағы да. Қандай тағы да жалғаулар қосуға болады? Палуанды, палуанға, палуанмен. Жақсы. Келесі тапсырма 70-ші жаттығу. Берілген әріптерден тор көзге азықтық дақылдар мен тәттілердің атауын құрап оқы. Артық әріптерді келесі жаққа орналастырып, қандай сөз шыққанын айт. Қане қарайық. Бірінші бізде өрік, артық
Verb. Келесі. Алма. Артық әріп а. Келесі. Қияр. Артық әріп л. Келесі. Қант. Артық әріп у. Келесі. Арпа. Артық әріп а. Келесі. Тары. Артық әріп а. Сонымен біздің сабағымыз, балалар, аяқталды. Сау болыңыздар.